Талапкерлердің құлағына алтын сырға университет пен колледждердің қабылдау комиссиялары онлайн кеңес бере бастады. Өйткені оқуға түсу үшін құжаттарды қабылдауда онлайн жүріп жатқандықтан талапкерлер тарапынан түрлі сұрақтар туындап жатыр. Пандемия уақытында жоғары оқу орнына құжат тапсырудың қалай жүріп жатқанын тілшіміз айтсын. Осы уақытта қабылдау комиссияларының жұмысы қызып, құжатын қолтықтаған талапкерлер университеттерге ағылатын, бірақ биыл оқу орындары тым тырыс. Карантинге байланысты қыз-жігіттер оқуға түсу үшін құжаттарды егов порталында онлайн тапсырып жатыр. Ол үшін өтініш, аттестат және жеке куәліктің сканері қажет. ОБТ сертификатын егов.kz сайтына жүктеудің қажеті жоқ, өйткені ол электронды форматта берілген болатын. Сол үшін ол жүйеде автоматты түрде пайда болады. Әрі карантинге байланысты құжаттарда тапсыру уақыты шілденің 25-іне дейін ұзартылғанын хабарлаймыз. Магистратураға кешенді тест тапсыруға өтініш беру уақыты да 3 күнге созылды. Ал қай оқу орнының таңдарын білмей басы қатып жүрген талапкерлер үшін қабылдау комиссиялары онлайн кеңес беріп жатыр. Әркім өзін мазалаған сұрағының жауабын сол жерден таба алады. Мемлекеттік басқару академиясы да карантиннің кесірінен үміткерлерін онлайн іріктеп жатыр. Биыл мұнда түсуге ниет білдірген мемлекеттік қызметкерлердің қатары көп. Қазір іріктеудің бірінші кезеңі аяқталды. Жалпы 744 адам тіркелген болатын, бірақ өз құжаттарын толығымен жүктеген, оның ішінде 430 үміткеріміз бар қазіргі кезде. Екінші кезең бұл әңгімелесу кезеңінде біз онлайн түрінде де жүргіземіз. Ал шетелде білім алғысы келетіндер үшін болашақ бағдарламасы бар. Бүгін орталықта түсуге болатын шетелдік жоғары оқу орындарының тізімі бекітілді. Биыл ол 4 есеге азайған. Мәселен, былтыр 537 оқу орны болса, биыл 138 шетелдік университетке түсуге мүмкіндік бар. Бұлардың бәрі әлемдік рейтингтегі алдыңғы қатарлы оқу орындары болғандықтан талапкерлердің білім деңгейі де соған сай болу керек. Досжан Маратұлы, Самир Убайдаев, Ұлттық арна.